Қараңыз, мына құлынды мен ұстап тұрмын да. Неге ұстатып тұр? Бір айлық болып қалған құлын. Далада жүрген құлын сізге ұстатпайды. Қандай құлын ұстатады? Басына ноқта киген құлын. Туа салысымен басына ноқта киілген құлын ұстатады. Бұны үйретілген дәрменсіздік дейді. Біздің қазаққа 300 жыл Ресейдің, орыстың ноқтасын кигеннен кейін біз сондай жос болып қалдық. Басымызда ноқта. Анау күні Семейдің Мұрат деген, Бобровка деген дачасында 12 мың қазақ, бір орыс әйел бүкіл электр жүйесін заңсыз өзіне жекешелендіріп алған. Соларға өкіметтің өндірген светін сатып отыр қымбат бағаға. Соған 12 мың қазақ мың қайта алмайды. Неге дегенде, олардың басынан ноқта киіліп қалған. Сорлы болып қалған, үйретілген дәрменсіздік дейді. Өкінішке қарай бұл факт. Осы ноқта миымыздан шешілмейінше құлдық сана бізден кетпейді. Сондықтан қазаққа құлшылық істе, құл деген сөзді айтпау керек. Еркін қазақсың. Кешегі ғұндардың, сақтардың тұқымысың сен. Далада жүрген жабайы жылқылардың қасына барып құлын ұстап көрші, ұстатқызбайды. Сондықтан ұрпағымызды басына ноқта кигізбейік, өзіміздің санамыздағы ноқтаны алып тастайық ағайын. Қазақтар.